Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Машан қыздарыңыз, әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып тұрмын. Бүгінде шыға салысымен өздеріңізден лайк жөнінде сұрай кетейін. Әрі осы менің арнамда тіркелмей көріп жүрген кісілер болатын болса, тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Әрине, егер ол сіздердің бас қауіпсіздіктеріңізге ешқандай да зиян тигізбейтін болса. Ал тақырыпқа келетін болсақ, тақырып мынау НДС жөнінде, қосылған құн салығы, осы жөнінде ана жолда сұраған болатынсыздар. Қазір тек көп сол туралы жазбаларыңыз. Енді қысқаша айтып өтейік, менің пікірім, қазақ үкіметі мынау жетілген, алдағы жетілген мемлекеттерге теңесіп, сол жақтарда 40% екен, 30% екен деген әңгімелерді сіздерге айтып жатыр. Ал бірақ халықтың жағдайын ол жетілген мемлекеттермен теңестіруге асықпайды, тек қана мұны салық жөнінде, сіздерден алу жөнінде осындай қадамдарға барып жатыр, 20%-ға көтермекші болып жатыр. Естеріңізде болса, былтырғы бір жаңағы сөйлегенде Тоқаев бұған қарсылығын білдірген. Ол ешқандай тесіктеріңді бәрібір, бүкіл тесіктерді бәрібір осы салықпен жаба алмайсыңдар деп. Биылғы риторика несі, әңгімесі кішкене өзгерген, басында қолдаған болды, енді қазір қайтадан әлі қолдамаған болып, әлі жаңағы бұны талқылау керек деп, жаңағы кабинет шақырып, бәрімен ақылдасқан түр танытып жатыр. Халықтың жағдайын ойлаған түр танытып жатыр. Менің ойымша, менің пікірім, бұл салық оншама 20%-ға көтере қоймайды. Бұны жасап жатқаны тағы да мынау халықтың көңілін басқа жаққа аударып, әрі мынау өзіне Тоқаев ұпай жинайын деп жатыр. Мынау оңбаған чиновниктер халықты ойламай, осындай 20%-ға көтерейін деп жатыр. Мен халқыма жаным ашып, соларды қинамас үшін мен оны көтермеймін деп Тоқаевтың жаңағы бір ауыз сөзімен көтерілмейтін секілді. Менің енді осы күнге дейін жаңағы Тоқаевтың выступленияларынан түсінгенім осы болды. Бұл әрине өзіне ұпай жинау жолы деп ойлаймын. Ал халық енді жаңағы айтады ғой, сіздер бұға берсеңіздер, олар білген істей береді. Оны осы күнге жеткізіп отырған сол халықтың үнсіздігінің кесірінен. Сол үшін бастарыңызды көтеріңіздер, ойланыңыздар, жан-жақтарыңызға қараңыздар. Мынау астыртын жүріп жатқан жұмыстардан хабар алыңыздар. Сөйтіп Аблязовтың айтқан ұяшықтарын құруды жалғастырыңыздар, ортамызды кеңейтіңіздер. Сөйтіп келе жатқан X күніне сақадай сай тұрыңыздар, елде не болып жатқанын біліп отырыңыздар. Сол X күні жастарымыздың, батырларымыздың жанынан табылып, бейбіт те берекелі Қазақстанымызға бет бұрайық. Алға қазақ елі!